Айтпақшы, сіз көшеде жалғыз кетіп бара жатқанда, ағаш бұтағынан немесе дуалдың үстінен сізге тесіле қарап отырған қарғаны байқаған кезіңіз болды ма? Оның жанарына қарасаңыз, бұл жай ғана жем іздеп жүрген мисыз құс емес, сізді зерттеп, талдап, сіздің әрбір қимылыңызды бақылап отырған ақылды тіршілік иесі екенін сезесіз. Және сіздің бұл сезіміңіз алдамайды. Адамзат ғасырлар бойы қарғаларды өлімнің жаршысы, мыстандардың серігі және қараңғылықтың символы деп қорқып келді. Бірақ бүгінгі ғылым бұл мистикалық үрейдің артында одан да қорқынышты, одан да таңғажайып шындық жатқанын дәлелдеді. Қарғаның миының көлемі кәдімгі грек жаңғағындай ғана, бірақ оның ішіндегі нейрондардың тығыздығы шимпанзе мен макака маймылдарымен бірдей. Олар аспанда ұшып жүрген нағыз қанатты приматтар. Олар 7 жасар баланың логикалық есептерін шығара алады. Олар құралдарды жасап қана қоймай, оларды сақтап, бір-біріне мұра етіп қалдырады. Және ең сұмдығы, олардың қоғамдық заңдары, өз сот жүйесі және кек алу институттары бар. Армысыздар, құрметті көрермен, бұл айтпақшы арнасы. Бүгін біз адамзаттан басқа жер бетіндегі ең ақылды, ең кекшіл әрі ең жұмбақ тіршілік иелерінің жасырын әлеміне енеміз. Бүгінгі үлкен шығарылымда қарғалар адамның бет әлпетін қалай жаттап алады және 5 жылдан кейін сізден қалай кек алуы мүмкін. Қарғалар соты, олар өздерінің қылмыскерлерін ұжыммен қалай жазалайды. Неліктен олар өлген қарғаның қасына жиналып жерлеу рәсімін өткізеді. Бұл аза тұту ма, әлде қылмыстық тергеу ме? Және ең бастысы, қарғалар бір-бірімен сөйлескенде біз туралы не айтады? Деміңізді ішіңізге тартыңыз. Бұл видеодан кейін сіз даладағы қара құстарға ешқашан бұрынғыдай қарай алмайсыз. Сіз көшедегі мысыққа немесе итке тас лақтырсаңыз, олар қорқып қашып кетеді де, бірнеше сағаттан немесе күннен кейін сізді ұмытып қалады. Бірақ қарғаға тас лақтыру бұл өміріңіздегі ең үлкен қателіктердің бірі болуы мүмкін. Өйткені қарғалар ешқашан ештеңені ұмытпайды. Бұл фактіні дәлелдеу үшін 2006 жылы Вашингтон университетінің профессоры Джон Марзлуф әлемді шошытқан тарихи эксперимент жасады. Ол қарғалардың адамның бет әлпетін қаншалықты жаттай алатынын тексермек болды. Эксперименттің шарты өте қарапайым әрі сәл күлкілі еді. Профессор мен оның студенттері 2 түрлі резеңке маска киді. Біріншісі қорқынышты үңгір адамның маскасы. Бұл масканы киген ғалымдар кампустағы қарғаларды тормен ұстап, олардың аяғына сақина тағып, сәл қорқытып қайтадан босатып жіберіп отырды. Бұл қауіпті адам. Екіншісі қарапайым адамның маскасы. Бұл масканы киген ғалымдар қарғаларға ешқандай тиіспей, жай ғана қасынан өтіп жүре берді. Бұл бейтарап адам. Нәтижесі қандай болды дейсіз ғой? Алғашқы күндері-ақ үңгір адамның маскасын киген ғалым көшеге шыққанда, аспандағы қарғалар бірден шулап, оған қарай ұшып, басына саңғып, агрессивті түрде шабуыл жасай бастады. Ал бейтарап маска киген адамға мүлдем мән берген жоқ. Бұл әлі басы ғана, ең қорқынышысы бірнеше жылдан кейін басталды. Профессор Марзлуф бұл масканы 5 жылдан кейін қайта киіп шықты. Оны көрген кампустағы бүкіл қарға жиналып, оны қуа жөнелді. Ең сұмдығы, бұл қарғалардың 90% профессорды осыған дейін мүлдем көрмеген жас қарғалар еді. Олар қалай білді? Жауабы сізді таңғалдырады. Алғашқы зәбір көрген қарғалар бұл қауіпті адамның түрін тек өздері жаттап қана қойған жоқ. Олар өздерінің жаңа туған балаларына және бүкіл құс тобына осы ақпаратты тіл арқылы жеткізген. Олар өздерінің сөздік қорында бұл маскаға арнайы дұшпан деген ат қойып, ұрпақтан ұрпаққа ескертіп отырған. Бұл жануарлар әлеміндегі нағыз мәдениет және білім беру жүйесі. Егер сіз аулаңыздағы қарғаны бір рет ренжітсеңіз, ертең сол ауладағы бүкіл қарғалар сіздің бет әлпетіңізді білетін болады. Және олар сізді басқа адамдардың арасынан киіміңіз ауысса да, қатесіз танып алады. Олар аспандағы нағыз биокамералар. Жануарлардың көпшілігі өздерінің қандасы өлген кезде оған көп мән бермейді. Жәндіктер өз өліктерін жеп қоюы мүмкін, ал сүтқоректілердің көбі жай ғана қастан өтіп кетеді. Пілдер мен маймылдарды қоспағанда. Бірақ қарғалардың өлімге деген көзқарасы мүлдем басқа. Егер бір қарға қаза тапса, олар нағыз адамдар сияқты жерлеу рәсімін ұйымдастырады. Бұл қалай өтеді? Өлі қарғаны бірінші көрген құс бірден арнайы дабыл сигналын береді. Бұл дауысқа сол аймақтағы барлық қарғалар жиналады. Олар өлі құстың айналасындағы бұтақтарға қонып 15-20 минут бойы абсолютті үнсіздікте қарап отырады. Олар өлі денеге жақындамайды, оны түртпейді. Содан кейін бір уақытта бәрі үнсіз ұшып кетеді. Көптеген ғасырлар бойы адамдар бұны қарғалар өз бауырын аза тұтып жылап жатыр деп романтикалық тұрғыда түсініп келді. Бірақ нейробиолог Кайли Свифт бұл мистикалық жиынның нағыз ғылыми сырын ашты. Бұл аза тұту емес, бұл қылмыстық тергеу. Қарғалар өте ақылды болғандықтан олар өздерінің аман қалуы үшін кез келген қауіпті зерттеуі керек.
Олар өлі дененің айналасына жиналғанда, бұл құсты кім өлтірді? Жақын маңда мысық бар ма? Мылтық ұстаған адам бар ма? Уланған тамақ жатыр ма? Деп бүкіл аймақты сканерден өткізеді. Олар өліктің қателігінен сабақ алып, келесі жолы сол қауіпке ұрынбас үшін ақпарат жинайды. Бұл жиын олардың қауіпсіздік брифингі. Бірақ қарғалардың ең қорқынышты әрекеті бұл емес. Олардың арасында адам қоғамындағы сияқты қарғалар соты деген ұғым бар. Қарғалар өте қатаң заңы бар ұжымдық қоғамда өмір сүреді. Егер бір жас қарға топтың заңын бұзса, мысалы, басқа қарғаның тығып қойған тамағын ұрласа, немесе ортақ жауға шабуыл жасау кезінде топты тастап қашып кетсе, бүкіл топ оны соттайды. Бақылаушылардың айтуынша, топтағы ең үлкен қарғалар қылмыскер құсты ортаға алып, оны қарқылдап айыптайды. Егер оның кінәсі дәлелденсе, яғни заң бұзушылық қайталанса, ондаған қарға оған жабылып, шоқып, қанаттарын жұлып, тіпті өлтіріп тастауы мүмкін. Олар ұжымның қауіпсіздігі үшін сатқындарды аямайды. Олардың әлемінде кездейсоқтық жоқ. Олардың өз заңдары, өз жазасы және өмір мен өлім туралы өзіндік философиясы бар. Айтпақшы, сіз бала күніңізде ежелгі грек ойшылы Эзоптың қарға мен құмыра туралы ертегісін оқыған боларсыз. Ғасырлар бойы адамдар бұны жай ғана астарлы әңгіме, фантастика деп келді. Құста мұндай физикалық заңдылықты Архимед заңын түсінетіндей ми болуы мүмкін бе? 2014 жылы Кембридж университетінің ғалымдары бұл аңызды шын мәнінде тексеріп көруді ұйғарды. Эксперименттің нәтижесі әлемдік биологияны дүр сілкіндірді. Қарғалар судың деңгейін көтеру үшін тас тастап қана қойған жоқ, олар тастың да ең ауырын, ең үлкенін таңдап алды. Олар суға батпайтын жеңіл ағаштарды немесе пластмасса кесектерін суға тастаудың еш пайдасы жоқ екенін, олардың көлемді ығыстырмайтын алдын ала түсінді. Бұл себеп-салдар байланысын толық түсіну деген сөз. Мұндай логикалық қабілетке адамның балалары тек 5-7 жасқа келгенде ғана қол жеткізеді. Бірақ бұл қарғалар ақылының тек кіріспесі ғана. Егер қарапайым қарғалар осындай ақылды болса, Тынық мұхитындағы аралдарда мекендейтін жаңа Каледония қарғалары құстар әлемінің нағыз Эйнштейндері мен инженерлері. Жануарлардың көпшілігі дайын затты құрал ретінде пайдалана алады. Мысалы, маймыл жаңғақты таспен ұрады. Бірақ жаңа Каледония қарғалары құралды жай пайдаланып қана қоймайды, олар оны жасап шығарады. Елестетіңізші, бұл қарғаға темірді қалай майыстыру керектігін ешкім үйреткен жоқ. Ол өмірінде темір сымды бірінші рет көріп тұр. Ол өз миында визуалды жоспар құрды. Маған ілмек керек, мына сым түзу, егер мен оны майыстырсам, ол ілмекке айналады. Ол жай ғана табиғи инстинктпен емес, таза инженерлік логикамен әрекет етті. Орманда бұл қарғалар ағаштан өздеріне найза, тісті ара және қармақ жасайды. Олар жасаған құралдарын бір рет қолданып тастай салмайды. Олар оны арнайы ұяларына тығып қойып, қажет кезде қайта алып шығады. Және ең таңғажайыбы, олар бұл технологияны өз балаларына үйретеді. Бұл дегеніміз қарғалардың өз технологиялық мәдениеті бар деген сөз. Сіздер құстардың ішінде тек тоты құс қана сөйлей алады деп ойлайтын шығарсыздар. Бұл да үлкен қателік. Қарғалар тоты құстардан әлдеқайда ақылды әрі олардың дыбыстық аппараттары кез келген дыбысты мінсіз көшіре алатындай етіп жаратылған. Олар табиғаттың нағыз диктофондары немесе биороботтары. Егер сіз жас қарғаны қолға үйретсеңіз, ол адамның сөйлеу мәнерін тоты құстан да таза, дәл адамдыкіндей тембрмен қайталай алады. Бірақ олар бұл талантты тек адамдарды көңілдендіру үшін емес, манипуляция жасау үшін қолданады. Мысалы, қалада өмір сүретін қарғалар иттердің үрген дауысын айнытпай салады. Не үшін? Аулада тамақ жеп жатқан мысықты немесе басқа құстарды қорқытып үркіту үшін. Кейбір қу қарғалар ауылдағы қожайынның дауысын айнытпай салып, итті өз атымен шақырады. Ит қожайыным шақырды екен деп тамағын тастап үлкен үйге қарай жүгіріп кеткенде, екінші қарға барып иттің тамағын ұрлап жейді. Бұл нағыз криминалдық схема. Бірақ ең таңғаларлығы, қарғалардың бір-бірімен сөйлесетін өз тілі бар, және ол жай ғана қарқылдау емес. Ғалымдар қарғалардың дауысын арнайы жиіліктерге бөліп зерттегенде, олардың 250-ден астам түрлі дыбыстық сигналдары бар екенін анықтады. Оларда тамақ табылды, аспанда бүркіт ұшып бара жатыр, жерде мысық келе жатыр, қауіпті адам келе жатыр деген нақты сөздер бар. Одан да қызығы, қарғаларда адамдар сияқты жергілікті тілдері бар. ақш-та өмір сүретін қарғаның қарқылдауы мен Қазақстандағы немесе Жапониядағы қарғаның дыбысы бір-біріне мүлдем ұқсамайды. Егер сіз ауылдың қарғасын ұстап алып, қаланың ортасына жіберсеңіз, ол жергілікті қалалық қарғалардың сөзін түсінбей шеттетіліп қалады. Бұл тікелей мағынасында тілдік барьер. Міне достар, біз адамзат осы планетаның абсолютті қожайынымыз деп ойлаймыз. Біз ормандарды кестік, тауларды тестік, бетоннан қалалар салдық. Көптеген жануарлар біздің экспансиямызға шыдай алмай қызыл кітапқа енді немесе жойылып кетті. Бірақ қарғалар жойылған жоқ. Керісінше олар біздің салынған қалаларымызды өздеріне ыңғайлы жұмаққа айналдырып алды.
Олар біздің қоқыстарымыздан тамақ табады, біздің ғимараттарымызда жылынады, біздің бағдаршамдарымыз бен көліктерімізді жаңғақ шағу үшін қолданады. Иә, Жапонияда қарғалар жаңғақты жолға тастап, оны көлікке езіп, қызыл жанғанда барып теріп жейді. Олар бізге бейімделген жоқ, олар бізді өздеріне қызмет етуге мәжбүрледі. Олар аспандағы қанатты приматтар, эволюцияның ең жоғарғы шыңы. Келесі жолы көшеде кетіп бара жатып, бұтақта отырған қара қарғаны көрсеңіз, оған тас лақтыруға немесе қорқытуға асықпаңыз, көздеріне мұқият қараңыз. Өйткені ол сізді қазірдің өзінде зерттеп, суретке түсіріп, өз жадының архивіне сақтап қойды. Және ол сіздің кім екеніңізді ешқашан ұмытпайды. Бұл айтпақшы арнасы болды. Айналаңыздағы көрінбейтін әлемнің құпиясын бізбен бірге таныңыз. Видео сіздің ойыңызды өзгертсе, міндетті түрде лайк басып пікір қалдырыңыз. Сіздің өміріңізде қарғалармен байланысты мистикалық немесе таңғажайып жағдай болды ма?